Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтауда кітап рухани азық байқауының жеңімпаздары марапатталды. Сайысқа 6 мен 17 жас аралығындағы 50-ден астам оқушы қатысқан. Шараға шаһар басшысы мен қаланың ең алғашқы ұстаздарының бірі 95 жастағы Салиха Ідрісова қатысып, жүлдегерлерге қаржылай сыйлық пен кітап табыстады. Толығырақ келесі бейне көрсетілімде. Қараша айында басталған байқауда қатысушылар жас ерекшелігіне қарай 3 топқа бөлінді. Бірінші топта 6-9 жас аралығындағы балалар сынға түсіп, олар ертегілер Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқыды. Ал екінші топтағы 10-13 жастағы балалар өлкенің ақын жазушылары мен Абай Құнанбайұлы шығармаларын, балалар әдебиетін жатқа айтып берген. Соңғы үшінші топта 14-17 жастағы қатысушылар Абай Құнанбаев, Нұрсұлтан Назарбаев және Әбіш Кекілбаев шығармаларымен танысты. Сондай-ақ барлық қатысушыларға Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқу міндеттелді. Шараның негізгі мақсаты оқушыларды кітап оқуға ынталандыру арқылы шығармашыл, әлеуметтік бейімделген жеке тұлғаны дамытуға жол ашу. Жолдас Ерхан номер 11-ші орта мектебінің оқушысы. Өз қатарластарынан оқ бойы озық шыққан Жолдас кітап оқуға, ақын жазушылардың шығармаларын жаттауға құмар. Мен Абайдың шығармаларын, Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» кітабын, Мұзафар Әлімбаевтың өлеңдерін жаттадым. Мен орын алуға тырысып, осы жасқа жақсы көрінейін деп жаттадым. Шығармалардың ішінде мен Абай Құнанбаевтың «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» деген өлеңін ұнаттым. Шара соңында қала әкімі Нұрдәулет Қилыбай байқаудың жеңімпазы атанған 2 оқушыны өз жұмыс орнына апарып қызметімен таныстырды. Болашақта елге қызмет көрсететін азамат болсын деп ырымдап, тілегін жеткізді. Сондай-ақ мұндай онлайн байқау әр 2 ай сайын ұйымдастырылмақ. Дәметкен Саматқызы, Қаламқас Аманқосова, Абай Жаныспай, Ақтау Ньюс.